Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге Дана Асқарқызы және Данамен денсаулыққа каналы. Бүгінгі видеомда ең маңызды тақырыптардың бірін қозғағым келіп тұр. Ол жалпы холестерин туралы. Үй жағдайында холестерин деңгейін өте төмен липопротеидті, яғни нашар холестериннің деңгейін дәрісіз қалай түсіруге болады, сол жайында сіздермен бүгін видеомда айтатын боламын. Холестерин бұл организмде бауырдан бөлінетін белгілі бір биохимиялық өнім болып табылады. Ол өнімнің жалпы бірнеше түрі бар. Холестерин негізінен биохимия бойынша өте жоғары липопротеидті және өте төмен липопротеидті деп екі түрге бөлінеді. Яғни жақсы холестерин және жаман холестерин деп екіге бөлінеді. Бізде бүгінгі видеомызда айтылатыны бұл жаман холестерин туралы. Ол жаман холестериннің организмге қалай әсер ететіні және ол ең қауіпті аурулар тромбоэмболия, инсульт, инфаркт сияқты ауруларды қалай дамытады және сол жайында бүгінгі видеода айтылатын болады. Егер де осы видеомдағы маңызды ақпаратты өткізіп ағыларыңыз келмесе, видеоны соңына дейін көріңіздер, лайк басып, арнама тіркеліп қойыңыздар. Жалпы осы холестерин деңгейінің жоғарылауының бірнеше себебі бар. Яғни ол өте бірінші кезекте ол көмірсулар, өте организмге тез сіңірілетін көмірсуларды көп қолдану. Олардың ішіне жалпы бүкіл тәттілер, ұндар және де тез қорытылатын кашаларды қолдану, бұның барлығы негізінен холестерин деңгейінің жоғарылауына алып келеді. Жалпы организмдегі қант деңгейінің жоғарылауы сәйкесінше холестериннің де деңгейінің жоғарылауына алып келеді. Негізінен бізде 80% холестерин организмдегі бауырда өндіріледі. Егер де осы біздегі организмдегі тамақтануымыз дұрыс болмайтын болса, онда бауырдың да қызметі нашарлап, соның сәйкесінше холестерин деңгейінің бөлінуі және осы жерде айта кетейін, қант деңгейіне де бізде бауырда жауап береді. Яғни ол жерде бізде гликоген қорға жиналады. Соған байланысты, егер де біздің тамақтануымыз дұрыс болмайтын болса, бауыр зардап шегеді және бауыр зардап шеккен нәтижесінде организміміздегі болып жатқан биохимиялық процестің барлығы сәйкесінше дұрыс болмайды. Екінші себеп бұл жалпы біздегі қалқанша безінің қызметінің дұрыс болмауы. Қалқанша безінің қызметінің жоғарылауы, мысалы гипотериоз, гипертериоз, аутоиммунды тиреоидит жағдайы, одан да басқа жалпы тироидты гормондардың қызметінің бұзылысы холестерин деңгейінің жоғарылауына алып келеді. Келесі үшінші себеп бұл стресс. Стресс бұл гормон кортизолдың деңгейінің жоғарылауына келеді. Ал сәйкесінше кортизол гормонының жоғарылауы холестерин деңгейінің жоғарылауына да әкеледі. Осымен қатар сіздерге айтатыным, холестерин деңгейі жоғарылау нәтижесінде бізде организмде жалпы тамырлардың ішінде бляшкалардың туындауына алып келеді. Бляшкалар бізде организмдегі тромбоциттермен қосылып, сәйкесінше тромбтың пайда болуына келеді. Ал бұл тромб өте үлкейе берсе және де көп мөлшерде жиналатын болса, ол бізде ең қауіпті ауру тромбоэмболияның дамуына келеді. Осы холестериннің көп болуы инсульт сияқты, ишемиялық инсульт және де миокард инфаркт сияқты нерв жүйесінің және жүрек қан тамыр жүйесінің ауруларының дамуына келетін болады. Бұл жалпы себептері. Ал бұл холестериннің жоғарылауына апармас үшін біз не істеуіміз керек, сол жайында айтамын. Бірінші ол анализдер. Ол қандай диагностикалардан өту керек? Бірінші қалқанша безінің ультрадыбыстық зерттеуінен өткен дұрыс. Жаңа айтылды, қалқанша безінің гормондарының жоғарылауы және де төмендеуі сәйкесінше холестерин деңгейінің жоғарылауына келеді деп айтқан болатынмын. Және осы жерде қалқанша безінде де белгілі бір ультрадыбыстық зерттеу кезеңінде өзгерістер байқалатын болады. Және бірінші осы қалқанша безін тексеру керек, екіншісі гомоцистеин биохимиялық анализге тапсыру керек. Гомоцистеин бұл холестерин екеуі тікелей бір-бірімен байланысты. Гомоцистеин сонымен қатар витамин В тобына да
В тобының қызметіне де жауап береді. Ол В9 және В12 витаминінің қызметінің реттелуіне жауап береді. Үшінші анализ айтқым келген ол инсулин деңгейі. Жаңа айтылды, қант деңгейі тікелей холестерин деңгейіне тікелей байланысты. Одан бөлек холестерин биохимиялық анализден де жалпы жоғарылағанын, төмендегенін, жоғары липопротеидті, төмен липопротеидті, холестеринді, липопротеидтерді көруімізге болады. Сіздің холестериніңіздің деңгейі 5-5-тен жоғарылап, бір 8-9-ға дейін баратын болса, онда сіздер мұны алдын алу шараларын жасаңыздар. Одан да көбейетін болса, көбінесе кардиологтар атеросклерозды болдырмас үшін, бұл аурудың дамып кетпес үшін, холестерин деңгейін жоғарылатпас үшін статиндерді тағайындайды. Статиндерге өте көп препараттар жатады. Аторвастатин, розувастатин секілді көптеген статиндердің түрлері бар. Бірақ бұл статиндер холестерин деңгейінің төмендеуіне әкеледі, әсіресе төмен тығыздықты липопротеидтердің төмендеуіне жауап береді бұл препараттар. Сонымен қатар осыдан кейін ол көптеген аурулар, жаңа айтылып кеткен жүрек қан тамыр және нерв жүйесінің ауруларының алдын алу мақсатында осы статиндер тағайындайды. Көбінесе бұл атеросклерозы бар науқастарға және артериалды гипертензиясы, яғни қан қысымы жоғары науқастарға осы препараттар тағайындалады. Бірақ та кез келген дәрінің жанама әсері бар. Бұл дәрінің де өзіндік жанама әсері бар. Мысалы, ол ең бірінші бауырды құртады. Бізде бауыр қызметі бұзылғаннан кейін организмге токсикалық әсер пайда болуы мүмкін, және де дәрінің әсеріне уланып қаламыз. Одан бөлек жаңағыдай дененің тырысуы, бұлшықеттің ауырсынуы сияқты симптомдар болуы мүмкін. Және де одан бөлек басқа дәріні ішіп жүретін болсаңыз, ол дәрімен әрекеттесу дұрыс болмаса, басқа жанама әсерлерді тудыруы мүмкін. Сол себепті бұндай жанама әсерлерді болдырмас үшін сіздің бірінші деңгейде холестериніңіздің деңгейін анықтап алуыңыз керек. Холестерин деңгейін жоғарылатпауыңыз керек. Жалпы холестерин деңгейін жоғарылатпау үшін не істеуіміз керек? Бірінші кезекте ол кез келген жаңағыдай оңай сіңірілетін көмірсулардан бастату керек. Жаңа айтылған выпечкалар, өте қатты тәтті тағамдар, одан бөлек жаңағыдай трансжирлар, трансмайлар және де өте қаныққан майларды қолдану негізінен дұрыс емес. Одан бөлек жалпы жеміс, көкөніс, организмге керекті омега-3 сияқты майларды қолдану жақсы әсерін тигізеді. Одан бөлек холестерин деңгейінің төмендеуіне физикалық жүктеме әсер етеді және арықтау әсер етеді. Физикалық жүктемеден кардиотренировкалар, обычный жай қарапайым жаттығулардың өзі холестерин деңгейінің балансқа түсуіне жақсы әсер етеді. Ал одан бөлек стресс аулақ болу керек. Көбінесе йога, медитация сияқты адамның миын демалдыратын жаттығуларды жасағандарыңыз дұрыс. Және соңғысы ол жаңағыдай биодобавкаларды қолдану, оларға жаңағы омега-3 және де витаминді, одан бөлек басқа да топтағы витаминдердің тобын қолдану негізінен холестерин деңгейінің жақсаруына, жақсы холестериннің бөлінуіне әсер ететін болады. Жалпы бүгінгі видеом сіздерге ұнады деген сенімдемін. Және де холестериннің деңгейін және өзіңіздің денсаулығыңызды барынша күттіңіздер деп айтқым келеді. Холестерин деңгейінің бұзылысы бұл бүкіл нерв болсын, қан тамыр жүйесі болсын, ас қорыту жүйесі болсын, барлығына тікелей әсер етеді. Жай ғана бір ғана элемент, бірақ барлығына әсер ететін өзіндік маңызы бар биохимиялық зат болып табылатындықтан бұл жайларға бейжай қарамаңыздар. Сіздермен бірге болған Данам денсаулыққа каналы. Арнама тіркеліңіздер, лайк басыңыздар және де комментарий жазып кетіңіздер. Сіздермен болған Дана Асқарқызы, және де келесі видеоларда жүздескенше сау болыңыздар.